Мамандық таңдау мәселесі. Жаңа айттық, мамандық таңдау. Мамандық деген сөз, бұл сіздің былайша айтқан кезде сондай мамандықты адам таңдау керек. Балалық шақтан бастап келе жатқан адамның жан дүниесінде сондай бір мәселе адам жақсы көреді, бала кезіңнен. Мысалға, болашақта хирург болатын дәрігерлердің өзін бала кезінен көруге болады екен сондай балаларды. Ана бір жәндіктерді ұстап алып, аяғын кесіп, соны қинап, азаптап, бірдеңе қылып жүреді ол ше. Екінші балалар қорқады бірақ сондай істеуге. Не істеп аласың? Таста дейді да. А бірақ ол наоборот рахаттанып істеп алады. Бергел, қара аяғын көрдің бе қандай екен деп оның қарнын жарып, мысалға. Ол мықты хирург болатын бала ғой болашақта. Өйткені ол бала кезінен өзі сондай жақсы көреді. Оны енді оны жаңағыдай, сен жаман адамсың деген сөз емес ол. Өйткені Құдай тағала адамды солай тәрбиелейді. Яғни оған бойына сондай дарын берілген. Ол ақырында өсіп жатыр өзімен бірге да. Маман таңдауға келген кезде мен ойлаймын, сол балалар сол өзінің балалық кезінен бастап сүйіп істейтін амал, соны маман таңдау керек. Қазір бізде енді бәріне топырақ шашпаймын, бірақ кейде мен өйткені бауырларымызға айттым, қазір күнде балаларды емес, мүмкін балалардың ата-аналарының психологиясына кішкене жұмыс істеу керек секілді. Мысалы, әкесі уақытында прокурор болам деп бола алмай қалған болса, соны баласынан көргісі келеді енді. Сөйтіп баласын прокурор болады деп, күні-түні сол баласын пиқат етеді соған. Бірақ ол баласының бойында ол прокурор болуға қабілет бар ма, жоқ па, ол қызық емес оған. Яғни өзінің бола алмай қалған баяғыдағы арман тілегін, енді баласын соны мәжбүрлі түрде сол баланы болдырам дейді. Мысалға да, ол да дұрыс емес. Өйткені ол бала мүмкін болар, мүмкін болмас сондай мамандық, бірақ өзінің бойындағы Құдайдың берген қабілетіне байланысты бала кетсе, ол елдің тұлғасына айналатын бала болатын еді. Тұлғаға айналатын, көп адамдарға пайдасы тиіп жүретін мамандық таңдау керек болады. Сол үшін айтарымыз, дәл сол емтихан тапсырғаннан кейін, сол жаңа цифрлар бар еді ғой, мына шыққан компьютердағы. Біреу көп балл жинап қойды, біреу төмен жинап қойды. Бұл жаңа мәселені шешпейді бұл цифрлар. Мәселе сенің басындағы миың шешеді, Құдай қаласа. Сенде білім бар, мүмкін емес. Сен сонша бірінші сыныптан бастап алған білімің, сенде ол тұр. Мынау жай цифр деп қабылдаңыздар. Кейін адамдар осы цифрға қарап маман таңдауы мүмкін дәл сол жерде. Бұл да дұрыс емес. Мен аз балл жинап қалыптым, демек бұл балым қандай мамандыққа жетеді екен деп интернетке кіріп қарап, примерно қарап, мынандай мамандықтарға қалайтын дедім, бірақ оған мен балым жетпейді екен. Ояққа пақат кірмей-ақ та қойын, ашпай-ақ та қойын, мен сол цифрдағы санға қарап өзіме оқуым таңдайын дейді. Бұл да дұрыс емес. Өйткені айтып жатқаным, сіз талғамыңыз үлкен болу керек. Адам үлкен мақсатты меңзеу керек, алдына. Үлкен мақсатты қою керек, оған жеткізетін Құдай тағала. Біз мұсылман халықпыз, Аллаға шүкір. Құдайға тәуекел деген нәрсе бар. Құдай қаласа, мен осындай маман боламын деп, қазірден бастап күніге ұйықтайтын кезде, жатар алдын. Төсегіңізде ұйықтайтын кезде қолыңызды жайып, дұға айтып жатыңдар. Алла, мен болашақта Құдай қаласа, осындай бір мамандықты жақсы көрем. Сол мамандыққа мен лайық көрсін, мен соған түсуімді нәсіп етші деп, Аллаху акбар деп, беттеріңізді сипап жүріңдер. Жарай ма? Дұға сұрап жүріңдер. Бірақ дұғасын айтып қойдың, болды, менде енді гарантия, енді Құдай тағала реттеп береді деп жүрге де болмайды. Себебін жасайсыздар. Себебі сол дайындық, жатпай тұрмай, жатта, бәрін қайтала, баяғыда кітаптың бәрін алдыңа жайып ал. Ол емтихан үшін болмасын. Жай ана компьютердағы сұрақпен айналыспаңыздар. Және айтам, бұл кәдімгідей кітап оқу керек. Енді сол жаңа айтылған цифрға қарап, мамандық таңдау, дәл сол жерде таңдамаңыздар мамандықтарын. Және айтам, мамандықты қашан таңдаймыз біз? Оған дейін кәдімгідей өзіңіздің бойыңызда сондай болсам ғой деп жүрген арманыңызды ата-аналарыңызға ашық айтыңыздар. Кәдімгі сөйлесіңіздерші ата-аналарыңызбен, жарай ма? Кәдімгідей ашық ойларыңызды айтып үйреніңіздер. Әкеңізге айтыңыз, анаңызға айтыңыз, мен осындай болғым келеді. Ешқандай ата-ана баласын бетінен қақпайды. Баласын бетінен қақпайды. Құдай қаласа, сондай боласың балам, оқуыңды оқи бер деп. Сөйтіп ата-анасы да соған уже олар да дайындала бастайды. Баламыз, қызымыз немесе болашақта осындай маман болады, Құдай қаласа.
Кейін жаңа айттым ғой, оған дайын болуымыз керек. Ол цифр бірақ ешнәрсені өзгертпейді. Сіздің өміріңіздегі анау қойған точкадағы мақсатқа мынау какой-то бір цифр сізді өзгертіп жібермеу керек. Ана арманның бәрін мына жаққа алып тастап, болды сен ондай бола алмайсың деген болмау керек ешқашан. Өйткені Құран кәрімде Алла тағала ла тахнату мин рахматилла деген аят бар. Алла тағала ешқашан Алладан үміттеріңді үзбеңдер. Үміт үзуге болмайды адам. Керісінше адам талпыну керек. Жаңағыдай цифр төмен болып қалған өзінде жоқ, мен бәрі сол оқуға түсемін, Құдай қаласа деген нәрсе тұру керек өзімізде, ішімізде. Ата-анаңыз да соған қарай алдын ала сізді біледі, қандай мамандықты жақсы көретіндеріңізді. Ата-аналарыңызды жаңа айттым ғой, сол ақылы болса да сол оқуға түсіреді сізді, Құдай қаласа. Сол жақтан армен қарап, өзіңіз дәлелдейсіз мықты маман екеніңізді. Жаңағыдай уақыттар келген кезде өзіңізді ауыстырады автоматически. Өйткені сізде бәрі 5, үлгерім бәрі жақсы, тәртіп бәрі керемет. Жаңағыдай грантқа түссе де, бірақ оқымай жүрген студенттер обязательно ауысады. Міндетті түрде. Орындар ауысырып тастайды. Оны сізден біреу сұрамайды да, ол грантқа барғың келе ме деп. Кәдімгі делаңды алады да сенің. Мына жаққа қояды, ананың деласын алады да, сен орынға мына жаққа қойып қояды. Болды. Оларды платныйға лақтырады. Саған бір шанс береміз. Енді платныйда оқи алмасаң, ренжіме. Енді оқудан шығарылады ондай балалар. Өйткені оқымайтын бала ешқайда керек емес. Ал оқитын бала жаңағыдай бағдарламалармен міндетті түрде ол бағаланады, ол жоғарырақ кете береді иншалла, түсіндіре алдым ба? Ол бір мәселе. Мүмкін сіздердің алдарыңызда бірнеше мамандықтар бар. Мүмкін соған сіз тоқтай алмайсыздар мүмкін. Ол жаңағыдай отбасылық жағдай әсер етеді оған тағы басқаша бір себептер болуы мүмкін. Бірақ жаңа айттым ғой, осылардың ішінде жаңағы Алла, менің алдымда осынша мамандықтар бар. Оны истихара деп айтылады дінімізде. Яғни таңдау ерікті Аллаға тапсырасыңдар. Алла менің алдымда қазір бәрі бірдей болып тұр. Мен ешқашан тоқтай алмай жатырмын. Мен мынандай болғым келеді, мынандай да болғым келеді, мынандай да болғым келеді, мынандай. Бірақ білмеймін қайсысын маған болашақта мен қайсысын тартып кете аламын мен қарай. Оны білмеймін ғой. Деп осыны Аллаға тапсырасыңдар жаңа дұғада. Алла, маған соны таңдап берші маған. Ішінде қайсысы маған хайырлы болады. Өмірде мен шынымен сол маңдайым, жұлдызым жарқырап кетеді мен осылардың ішінде. Қайсысы мен білмеймін оны. Сен мені жаратқансың, сен менің құдайымсың, мен сенің құлыңмын. Мен саған тапсырдым соны, маған соны таңдап берші деп дұға күніге. Сол дәретпен ұйқыға жатар алдын дұғамызды айтып, Құдай қаласа солай жүресіздер. Құдай қаласа Алла тағала жүректеріңізді осы мамандықтардың ішінде біреуіне салмақты қылып қояды. Кейін болашақта біреу сұраса сені, мына бауырымыз, атың кім сен? Қуаныштан сұраса, білмеймін, таңдаған жоқпын деп айтпайды Қуаныш. Қуаныш ол кезде 100% сенімді айтады. Мен осындай боламын, Құдай қаласа дейді. Сен мынандай да болғың келеді, жоқ, олар болмайтын болдым дейді. Оның жүрегіне салмақты қылып қойған кім енді? Алла тағала. Өйткені сен жалбарынып жатсың ғой. Бізді жаратқан Алла. Қуанышты жаратқан әке-шешесі емес, оны Алла жаратты. Менді ата-анам жаратқан жоқ. Мені Алла жаратты. Бірақ ата-анамның себебімен осы өмірге келдім мен. Бірақ тікелей мен жаратқан Алла ғой, ата-анам емес. Демек мен жаратқан Раббымнан Алладан сұрасам, Алла маған бәрін беремін деп тұр Құранда. Мен тек қана дұрыс жолын жасай беруім керекпін. Қолымнан келген нәрсені әрекет жасауым керекпін. Мен жатпай тұрмай себебін жасауым керекпін. Бірақ арғымен қарай күшім жетпейтін мәселеге Аллаға тапсыруым керекпін. Алла, сен маған көмектес. Оқу корпусын таңдамаңыздар бірінші. Мысалы, ана Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Казгу ғой баяғы. Соған оқиын ба, или Каргуда оқиын ба, или Назарбаев университетінде оқиын ба деп. Жоқ, сіздер университет таңдамаңыздар бірінші. Жаңа не таңдаймыз дедік? Бірінші мамандық таңдаңыздар. Соған сіздер жан дүниеңізбен соған дайындаласыздар кейін. Мен Құдай қаласа осындай боламын. Құдай қаласа мүмкін сен шетелде оқитынсың, қайдан білесің сен? Мен ойлаған жоқпын шетелде сондай Алиасқар университетте оқимын деп жеті ұйықтасам түсіме кірген емеспін. Бірақ жаңағыдай мамандықты таңдадым, жаңағыдай Құдайдан сұрап жүрдім. Алла, өзің осындай мамандықтар бар мен алдым, бірақ осындай деген секілді. Сондай нәрсе екенде оқушылар бұл. Жақсы ма? Енді жақсы, жаңа айттық, мамандық таңдауды Құдай қаласа, енді мен айтқан бойынша жаңағыдай дұғада жүресіздер, Алла қаласа. Кейін сол бір мамандыққа сіздер тоқтайсыздар ғой, Алла қаласа, Міне осындай мамандыққа таңдадым. Одан кейін барып оқу орны, одан кейінгі мәселе. Қай жерде оқимын енді? Дәл осы мамандық қай жерде мықты оқытады? Дұрыс па? Бір университеттің зданиясы керемет болуы мүмкін, бірақ оқу сапасыз болуы мүмкін. Екінші біреу бар,
ғимарат ескілеу болуы мүмкін, бірақ ол жердегі оқытушы ұстаздар, неше жылдық тәжірибесі бар, қаншама академиктер шығарған орын болуы мүмкін ол жер. Көрдіңіз бе? Сол үшін айтқан оқу корпусын таңдамаңыздар қазір сіздер. Оған мән бермеңдер. Бірінші мамандық таңдаңыздар, кейін сол мамандықтарыңызға қарай, одан кейін сол мамандықты қай корпустарды жақсы дамытып шығарылды осыған дейін қоғамда. Қандай ағаларымыз шықты ол жерлерден. Кәдімгі соны есептеу керек. Оның ғимарат ескі ма, жаңа ма, олардың нелер жоқ, ондай емес. Өйткені бізде білім жүйесі, білім министрлік бар. Бүткіл университеттердің білім жүйесін бәрі стандартпен оқытады. Түсіндіре алдым ба? Мектеп сияқты ғой. Мысалы, қаладағы мектеп пен ауылдағы мектеп бәрі бірдей оқып жатыр ғой мектеп. Бәрі программа бір, оқулық бір. Тек мынау қалада жүрген деген аты болмаса, ана ауылда жүр деген аты болмаса, екеуі де бірдей аттестат алып шығады. Қазір екеуіңді бірдей емтиханға салсақ, бірдей бала алу мүмкін. Мүмкін мына қалада жүріп кішкене көп уақытын жоғалтып оқи алмауы мүмкін. Ауылдың баласы высший балл алуы мүмкін. Мысалға да, ауылдан келіп алып, мынау қалай менен озып кетті деп ойланып қалмаңыздар. Өйткені бізде бәріне жүйе бірдей. Дәл сол секілді жоғары оқу орнында жүйелері бірдей. Білім министрлігі оларға сол стандарт бойынша бәріне бірдей жүйемен сомен білім береді. Ол бір мәселе. Одан кейін мәселе, жарайды, сол бір мамандықты таңдадыңыздар деп айтайық. Одан кейін сол мамандыққа түсетін кезде, жаңағыда жатпай тұрмай, дайындалмай тұрып, сол мамандықты игерген, қазір қоғамда жұмыс жүрген адамдарды араға салып, аға, мен де сіз сияқты болғым келеді. Сіз ана оқу орнына кішкене ықпал жасап, мені көмектесіп оқуға түсіріңізші, тағы басқа деп онда айналыспау керек. Немесе нағашың сондай бір қол ұзындау адам болуы мүмкін, танысың болуы мүмкін, басқа, ата-аналарың соны біледі. Сөйтіп балаларында сол таныс тамыр арқылы жолмен түсіреміз, баламызды осындай қыламыз, ол да дұрыс емес. Уақытында бір нені көрген, бір сұхбат жүрген еді. Тоқтар Әубәкіров қазақтың маңдайына біткен батыр. Дұрыс па? Адамдар самолетке мінуге қорқады ғой кейбір адамдар. Ол кісі неге кеткен? Ғарышқа ұшқан адам. Батыр адам мен сондай. Сол кісінің бір сұхбатын көріп қалған едім бір неде. Ол ағамызда уақытында жаңағыдай осылай маман таңдайтын кезде ғарышкер болғысы келген ғой. Сөйтіп, бұлай бәрін жасап барам дейді. Бірақ ол кезде заман басқа, ол кезеңдерде барынша қазақтың балаларын алмайды екен, барынша ондай мәселе, сондай салаларға. Бірақ ол ағамыз бәрін, құжатын бәрін тапсырып, бәрін, емтиханын бәрін жақсы өткізіп, бәрін жасайды екен. Бірақ құлат тастайды екен. Қабылдамайды екен. Қайда түсе алмай жатыр ол кісі? Ұшқыштар сондай. Ұшатын, неге? Сонда академияға оқуға түсе алмай жатыр. Сол кезде Талғат Бейгелдинов ағамызға хабарласқан екен. Кәдімгі қазақтан шыққан керемет батыр ұшқыш атамыз. Сол кісіге хабарласыпты. Енді аға, осындай ініңіз болам, дәл сіз секілді менде ұшқыш болғым келеді. Көмектесіңізші маған. Мен қолымнан келетін бәрін істеп жатырмын, бірақ мені нетпей жатыр, қабылдамай жатыр, құлап тастап жатыр. Деп, сол кезде жаңағы Талғат Бейгелдинов атамыз айтқан екен, Тоқтар Әубәкіров ағамызға айтқан екен, маған қазір телефон шалып, тіке сол оқудың басшысына звондап, сені қабылдату маған қиын емес деп айтқанда ол кісі. Маған қиын емес депті. Бірақ саған айтарым деген ол кісі айтыпты. Саған қазір осылай көмектесіп жіберсем, сен өмір бойы сен осыған үйреніп аласың. Ертең оқуыңды бір бітіріп аласың. Кейін жұмысқа алмай жатыр деп, сен тағы да маған звондайсың. Аға, жұмысқа алмай жатыр мен. Көмектесіп жіберіңізші. Ертең жұмысқа тұрғызып беріп. Яғни өмір бойы сен осыған өзің үйреніп кетесің сен. Ол айтты, мен саған айтарым, сен өзің әрекет қыла бер, бірақ сен алдыңнан жаңағыдай кедергілер болған кезде сен ол өзіңді жігерлендіруге, өзіңе күштеп қабылда деген да ол кісі. Сол кісінің бір ауыз сөзін, жаңа Тоқтар Әубәкіров ағамыз сұхбатында айтып жатыр, мен өмірлік өзіме ұстанып келе жатырмын дейді. Сол кісінің сөйтіп айтқан сөзін сөйттім да, жаңағыдай құлататынына құлаймын деп дайындалып барам дейді. Кәдімгі психологически, болды, мен қазір құлатады бұлар. Бірақ құлатса да мен бәрібір қайтпаймын деп, сондай жігерлікпен барған сайын күшейе берді дейді, дайындығым, не?
енді бәрінен озат болып тұрғандықтан амалдың жоғынан Құдайдың қалауымен ол кісіні қабылдайды сол ғарышкерлер жаңағы ұшқыштар несін академиясына. Міне сөйтіп қазақтың ішінен жарып шығып ол кісі батыр болды. Иә? Міне. Айтарымыз сондай екен. Сол кісінің сұхбатында мен қарап өзіме де кейде соны сұхбат есептеймін. Жалпы өмірде әрқайсымыз осындай жол таңдауымыз керек. Маман таңдадыңыз болды, оған таныс, тамыр, көке, жәке звондап жіберіңіз, айтып жіберіңіз. Мен ондай тастау керек. Онымен айналыспау керек. Бәлкім немен айналысу керек? Дайындалу керек. Жақсылап дайындал, сол нені сұрайды, оған қандай құжат, бәрін жақсылап дайындалып, құлат тастаса, не үшін құлат тастаған тағы да анықтау керек. Келесіде тағы да бару керек. Осылай екен. Бол мен құлат тастады, мен қабылдамайды, алмайды, өрде тек қана өзінің таныс тамырлар деген кейде алып қашпа әңгімелер айтып естіп жатамыз да, халыққа арасында. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Бәлкім шынымен адам талпынса, міндетті түрде ол бала ондай жаға түседі. Кітапта келеді, дәл осындай мектепті бітіріп, жоғары оқуға ұстаздың алдында білімге барады бір жігіт. Қараса, жаңа бәрін білім сайысына салған кезде көрініп қалады ғой, өзі кімнің қандай деңгейде бар екен. Сөйтіп жаңа бала, жігіт өзінің бірге барған құрдастарының ішінде қалып қояды екен. Мынау жаттау память дейміз ғой, жаттау қабілет төмендеу екен. Ана балалар секілді тез түсіне алмайды, тез жаттай алмайды, айтып бере алмайды. Сөйтіп өз-өзіне айта береді екен. Менен бұл мамандық шықпайды. Мен осы жерден қоя салама осы нәрсені. Өйткені мыналардың бәрі кетіп бара жатыр, мен қалып бара жатырмын. Деп осы ойында жүреді әрдайым. Мазалап, кейін бір күні шешім қабылдапты. Түнде отырғанда ойланып, болды, ертең таң атады, барамын да ұстаздан рұқсат сұраймын, болды, ауылға қайтамын мен. Бұндай оқу мен игере алмайды екенмін. Мен өзім білемін ғой деңгейімді. Деп кәдімгі шешім қабылдап қойыпты. Түнде сөйтіп таң атса, Құдай қаласа барамын да ауылға қайтамын деді. Сөйтіп бөлмесінде сөйтіп ойланып отырып, қараса бір құмырсқаны көріп қапты. Құмырсқа бар ғой? Құмырсқа өрмелейді дейді қабырғаға. Өрмелеп барады екен, ала жерге көрген кезде құлап қалады екен. Кейін құмырсқа құлап қалдым деп қайтып кетпейді екен үйіне. Қайтадан өрмелейді дейді. Өрмелеп, сағып алдын құлап қалған линиядан сәл асады екен де құлайды екен бейшара. Яна жігіт кәдімгідей қарап отырған ғой маған. Мына құмырсқа қайтеді деп. Өрмелеп, ана линиядан асып ортасына барады. Яғни осылай құлай беріп, бірнеше линиядан кейін өтіп шығып кеткен ғой, жаңағы қабырға шығып кетті арғымен қарай. Сол құмырсқадан өзіне мотивация алған ғой ана жігіт. Мен мынау кішкентай жәндік құмырсқа құрлы болмадым ба? Қалай ол сонда? Құмырсқа бір мәрте болмай қалды деп үйінен кеткен жоқ қой бұл. Сен кімің болған? Сенің ата-анаң ауылда саған сенді. Бәрі ойбай, халықтың баласы болды, батасын берді ғой әжем. Саған сенеміз, сен үлкен азамат боласың, мамандығыңды игересің деп, мен соның бәрін қалай ауылға барамын деп, неужели мен құмырсқа секілді бола алмадым деп, жаңа жігіт ойынан қайтып, жоқ, мен ауылға қайтпаймын ешқандай. Мен Құдай қаласа құмырсқа секілді қайта талпына берем, құмырсқа шықты бәрібір. Сол құмырсқаның өзінің мақсатына жетті ғой бәрібір. Мен адамның баласы бола тұра, аяқ қолым сау, осындай мүмкіншілігім бар бола, мүмкін емес мен жетістікке жетпеуім деп, қайттан ойынан өзгеріп, сол жігіт үлкен ғалым болған. Кітапта осында келеді. Өте үлкен ғалым болған. Сол үшін кез келген тарих беттерінде, кез келген данышпан көсемдердің жалпы, кез келген саланың мамандарын былай өмір баяны бетіп оқып қарасаңыздар, олар жаңағыдай көке жәкесінің арқасында емес. Көп мүмкіншіліктердің бәрін іске қосу керек. Қандай мүмкіншіліктер бәрін пайдаланып, бірінен кейін бірінің рычагты қосу керек. Мынаны қосып көрін, болмады. Енді мынаны қосу керек. Бұл болмай қалды, мынаны қосу керек енді. Бәрібір де Құдай қаласа, қазақта мынандай сөз бар. Тамшы тас жарады дейді. Тамшы бар ғой, жаңбыр жауған кезде. Бір тасқа тие берсе, білесіз бе не болады? Немесе мынандай сөз бар. Есікті қаға берген адам кіреді дейді. Есік жауық тұр да негізінде. Мынау құлтаулы тұр. Бір қақтың. Ашпады есік. Болды, ашпады, кет қалға болын. Жоқ, сен қаға бересің дейді. Есік қаға берген, есік ашылады дейді. Адам баласы проблемадан қашпау керек. Адам баласы проблемадан шығатын жолды іздеу керек.
Өйткені мына өмірде сондай проблемалар болады, Алла Тағала сондай қылып жаратқан. Не үшін ол проблемалар керек бізге? Өйткені болашақта одан да бір проблема келіп жатқан кезде оған дайын болу керексің. Сен кәдімгі кішкене проблемадан шешіп үйренсең, өту жолын жаңа айтқандай сабырлықпен, төзімділікпен, кішкене жолын іздеп, қарап, ізденіп, Құдай қаласа сен шығасың ол проблемадан. Кейін одан да үлкен проблема келген кезде, сен ондай оның алдында проблеманы көргенсің. Құдай қаласа өткен, мен анадан өткен, мен мынадан да өтемін деп өтесің ғой. Бірақ сол проблемадан шығатын кезде сен не істейсің? Іздемесің ғой. Сол сізге өмірлік тәжірибе жинап береді. Сол кішкентай бір сынақ, кішкентай проблема сізге өмірлік керек азықтың бәрін бойыңа сіңіресің. И болашақта сол алдына шыққан кезде сен күліп айтып бересің адамдарға. Баяғыда болған менде бұндай. Біз сөзді былай істегенбіз негізінде. Ертең балаңа айтып бересің, қызыңа айтып бересің, оны оларға үйретесің. Қиыншылықтан қорықпаңдар. Қиыншылық адамды керісінше жігерлендіреді. Қиыншылық. Қиыншылық болмаса адам ұйықтай береді. Көп мәселеде ұйықтап жатырмыз біз әлі. Мысалға да. Европамен қазір салыстырғанда ұйықтап жатырмыз әлі. Енді бізге көп іздену керек, көп әрекет жасау керек. Заман талабына сай ізденуіміз керек. Заман талабына сай. Қазір заман нені талап етіп жатыр, соған қарай төселіп, соған қарай білімдерді игеру керек бізге. Керек болса бірнеше тілді біліп тастау керек. Бірнеше тілді игеру керек. Олардың сол сала бойынша олар сол мәселені қалай дамытты олар. Қазір интернеттің пайдасы сол, мысалға пайдалануға болады. Дәл сол саланы сол дамыған мемлекеттердің мамандары оны қалай игерді олар. Олар қиыншылықтан қалай өтті. Ол үшін сізге тіл керек. Былайша айтқан кезде ағылшын тілін білсең, әлемдегі 90% проблеманың жауабын білесің сен. Өйткені көп мәселе ағылшын тілінде жазылған. Ағылшын тілін игеру керек құрметті жастар. Заман сондай болып тұр, көп ғылымның нелері ағылшын тілінде жазылып тұр. Кәдімгі интернетте қарасаң, бәрі жазылып тұр. Ол үшін тіл керек бізге. Тілді үйрену үшін уақыт керек. Ал уақытымызға жаңағыдай нәпсімізді тиіп, оған кішкене шыдамдылықпен білім алу керек. Шыны керек, біздің қазір нақты есімде жоқ, жалпы мына суицид мәселесінде біздің Қазақстан бірнешенің ішінде орын бар бізде. Осы алғашқы орындамыз біз. Бірінші болмасақ та алғашқы орында. Әсіресе балалардың ішінде осындай. Суицид деген не? Өзіне қол жұмсау. Құрметті жастар, айтарымыз, бұл шығатын уақыт емес, қиыншылықтан. Мен жаңа айтып, жай цифр мынау. Сен дәлелде, что ол цифрға қанағаттанбай жатсың ғой сен дәлелде шынымен сен маман екендігіңді. Жаңа айттым ғой, жоғары оқуға баршы сен. Жоғарғы кезде бәрі көрінеді өзі, кім қандай екенін. Шынымен алған фундаментің мықты болса, мүмкін емес, сен жерде қалмайсың былайша айтқанда. Бірақ ол жаңағыдай болды, осындай болып қалдым екен деп, қаншама балалар өкінішке орай өзіне қол жұмсады. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Біз ақылды бала болайық. Өйткені Алланың жаңа айтқанымызда өлшеп берген өмірін сүруге міндеттіміз. Ол шариғатта үлкен күнә, ол өзіне қол жұмсау деген, ол өте үлкен күнә, ауыр күнә. Құдай сақтасын, өте ауыр күнә. Бәлкім Алла Тағала бізді адамның баласы қылып жаратты, біз соған шүкір деп айтуымыз керек. Каррамна бәни адам дейді Алла Тағала Құран кәрімде, біз адам баласын құрметті қылып жаратқанбыз дейді. Сол үшін біз тырнағымыз алған кезде тырнақты көміп қоямыз, аяқ асты жатпайды ғой. Шаштарымызды жерге тастауға болмайды. Шашты да көміп қою керек, шаш тырнағымыз. Неге? Өйткені сіздің тырнағыңыз да құрметті, шашыңыз да құрметті. Сіздің бір мүшеңіз ғой ол. Адамның баласы деген кезде оның ішінде бәрі, денеңіздің бәрі бар соның ішінде. Адам соған лайықты жүру керек. Адам болып келеді екенбіз бәріміз өмірге. Бірақ өмірден адам болып кету, жаңа айтып жатқан соның бәріне тіледім деп жатыр ол кісілер. Адам болып кету қиын екен. Өмірден адамдар екі түрлі өтеді екен. Біреу бар, адам болып өтті ол. Мысалға, білесің ол адам болып қалай өтті ол? Бәрекелді. Қиыншылықтардан мойымаған адам ол. Яғни қиыншылықтардың бәрін өтті ол. Қиыншылықты өзіне жаңағыдай бір керемет өзімен байлық, бақыт деп қабылдайды мұсылман адам. Қиыншылық келді ме, оны мұсылман адам күліп қарсы алу керек. Одан қашпайды мұсылман адам. Сол қиыншылықтан өту арқылы, бірақ ол деңгейі көтеріледі. Адамның арасында да, қоғамда да, Алланың алдында да. Және ол тәжірибе жинайды. Ал адам болып өте алмау, жаңағы бақытсыз адамдар, қиыншылықтан қашатын адамдар.
мынаны істеп көреді, ол қиын екен, мынау жоқ болмайды, мынау жоқ болмайды. Сөйтіп өзінің өмірде орын таппай қалатын адамдар олар. Абай атамыз айтады ғой, дүниеде бір кірпіш кетігін тапты, бар қалан дейді. Сен осы өмірде бір кетігің тұр қазір сен сол жерге барып қаланып кету керексің. Қалану үшін сен еңбекпен барасың, қиыншылықпен барасың. Сол кезде біз кәдімгідей өмірлік миссиямыз орындаған болып есептейміз. Міне қазір балалық шақтан кезеңге өтіп жатырмыз. Енді бізден талап етілетін мәселе, адамдық миссиямыз бұл не? Білім алатын кезеңде тек қана білім алу керек. Өйткені бұл кезең қайтара алмаймыз ертең. Мысалы, оқушылық кезеңдеріңіз сіз аяқталып жатыр да сіздердің. Қайтара аласыңдар ма арқаға қайттан? Өмірді енді түсіндім. Қой арқаға қайтарып тағы дұрыстап оқып келейінші мен осы жерге дейін. Баяғыда бекерге өтіп кетті ғой уақыттарым бәрі. Анау 5-ші класста вообще жаман болған екен мен. Сол 5-ші класс бір реттеп алайыншы, қайтара аласыңдар ма өмірің арқаға? Қайтпайды ол. Дәл сол секілді ертең студенттік өмірлеріңізді де осылай өтіп кете береді зымырап. 3-ші курста дұрыс болмаған екен ғой, 3-ші курс реттеп алайыншы дей алмай қаласың бұл кезде. Мұсылман адам әр күнімізді бағалауымыз керек. Ертең айтады ғой, жалқаудың ертеңі бітпейді дейді. Бірінші курсын бұлай болады, екінші курсын нормальный болады деп қояды. Екінші курс одан да хуже болды. Үшінші курста нормальный болып кететін шығармын деп қояды. Шығарымын деп тұр да өзі қара. Бірақ өзі әрекет қылмайды. Ізденбейді, талпынбайды. Қалай ол нормальный болып кетеді? Ол жүрісім дәл солай жүре берсе, ол ешкім өзгертпейді. Оның курсы жоғарылап жатыр. Ал курс жоғарылаған сайын қиындай береді пәндер. Пәндер қиындай, қиын теорияға кіре бересің сен. Сен бірінші курста фундаментің әлсіз болса, үшінші курста точно құлайсың сен. Өткен сен түсінбей жатсың теорияны. Есепте шығарамай қаласың келген кезде. Жаңындағы балдар ойнап отырып шарп тастап жатыр, сен не қалдың орманға кіріп кеттің. Қаяғың батыс, қаяғың шығыс екенін білмей жатсың да, адасып жатсың. Мына басы қайда, аяғы қайда. Жоқ, ішімдік адам проблемасын шешпейді ол. Мастығы тарқаннан кейін қайтадан есіне түседі ғой. Тағы да ішеді. Кішкене болса жеңіл тартайын. Ол жеңіл тарт іше бер деп жатқан ол шайтаннан болады. Шайтанның мақсаты адамды азғырып, адастырып, сені оқудан қуылдырып, сөйтіп жаман топқа қосырып, мақсаты адамдарды тозаққа жіберу. Шайтанның мақсаты біреу ғана. Мына өмірде Алланың ардақтап жаратқан адам баласын төмендетіп, оны тозаққа жіберу. Ал мұсылман адам ондай қиыншылықпен сынып қалмау керек, не істеу керек? Күресу керек. Және айттым, сол күресудің ең басы мен сіздерден енді басталады. Ол ертең ана емтиханнан басталуы мүмкін. Сол кезде көресіз, кімнің қаншалықты психологиясы күшті екені сол жерде көрінеді. Мен және айтамын, айшын цифр анау. Мүмкін төмен, мүмкін жоғары. Ол цифрға бұла сынудың қажеті жоқ. Сен өзіңе сенімдісің ба? Қой саған 0 қойса да бар ғой, сен күліп тұра беруің керексің. Мен бәрі өзіңе уверенсің ғой. Білім алғансың, білесің, сен білсің өзіңе. Салға да. Сол үшін айтарымыз, міне, қиыншылықтың басы осылай басталады. Ол енді барған сайын өмірде жаңағыдай қиыншылықтар болады, бірақ қиыншылықтың арты жақсылыққа ұласады. Қуанышқа ұласады. Кейін болашақтағы ұрпаққа да оны не істей аласыңдар? Айтып беруге, оларға да өмірлік тәжірибең бар. Ол айтадым ғой, кез келген қиыншылық міндетті түрде болашақта оны рахатын өзің көресің. Кәдімгі риза болып айтып бересің. Мен көрген басында осындай болған бізде. Қазір сендер уақыттарында ондай емес қой, біздің уақытымызда одан да хуже болған деп айтып бере аласың. Өз басында мынандай сәтсіздік болды менде. Әкем өзі 9 ағайынды бізде. 9 ағайынды. Яғни 9 бәрі ұл балалар. Бір қыз жоқ. Әкем ең үлкені. Сол әкемнен алдын апамыз болған екен, ол кішкентай кезінде шетінеп кеткен екен, одан кейін әкем дүниеге келген ғой. Бәрі неше бала? 9 ұл бала да. Мен енді үлкен ағасының баласымын ғой, ортаншы баласы болам. Сол ағаларымның аралары 1,5 жас, 2 жас мыналар. Кетті ғой мынай? Ең кенжесі 74 жылға. Ең үлкен ағам, әкем 56 жылға. Осының арасында кетті бәрі. 74-ке дейін. Аралары 1,5 жас, 2 жас осындай примерно. Бала кезінде есінде анау әскерге шығарып салу деген болатын ол кезде. Қазір кімнің келіп жатқанын білмейтін заман болдық қой қазір. Бірақ ол кезеңде есінде әскерге шығарып салу деген кәдімгі ауылда той болатын. Кәдімгі баланы әскерге шығарып салу.
бүткіл ағайын туыс ауыл болып жиналып сол жерде түнімен сөйтіп таңертең автобус келетін, соған жылап апаларымыз шығарып салатынбыз, есімде, сол баламын кішкентай. Мына бүгін біреуін ағам шығарыпсақ, 2 күннен кейін алдыңғы жылы кеткен келіп жататын да әскерден. Алдыңғы кеткен ағасы ғой енді. 2 жыл ғой әскер. Содан бастап солардың мына фуражкасы, погон, ремен, менде коллекция жинаған бала кезімде. Мен үлкен ағалардың баласымын ғой, мен барып бірінші алатынды алып алатынмын. Кейін менен қалған басқа әнлерім өздері бөліп алатын. Мен коллекция жинадым. Мен кішкентай бала кезімде сондай қалыптасты, жаңа айтып бастым ғой, не болғаныңызды білмеймін деп. Мен кішкентай кезімде болмаса военный боламын деп айтатынмын. Мен әскери адам болам. Өйткені маған әсер етті олардың ана формалары. Формада киіп келеді ғой әскерден ағаларым. Керемет фон анау. Құдай қаласа мен де ертең өскен кезде әскери адам боламын деп. Кішкентай бала кезінде осындай менде қалыптасты. Кейін не болды? Кейін дәл өздерінің сияқты осындай 11 сыныпта жаңағыдай военныйден шақырту болды. Медосмотрдан өттік. Біз сол медосмотрдан өткен кезде сол военныйға түсем деген балалар біз жеке басқа медосмотрдан өттік біздер. Өткен сол кезде бізден сұрайтын, кім не болғысы келеді? Мен сол кезде айтатым, мен әскери адам боламын. Сөйтіп жеке медосмотрдан өтіп, бәрі құдайға шүкір денсаулық бәрі спортивный соған қарап дайындалып жүрдік. Спорт жағынан, не жағынан болсын, білім жағынан болсын. Кейін менің нағашым сол біздің ауылымызда участковой, милиция. Сол нағашым мені военныйдан милицияға ауыстырды ол кісі. Сөйлесе бер осылай. Сен форма кию саған қызық болса, не істейсің военныйда? Сен нағашың сияқты военный милиция боласың деді. Мен айтып жатыр да. Сенің характеріңде келеді, сенен мынандай милиция шығады деді. Сенде бәрі әдемі деді. Сөйтіп мен қарап ойланып, жарайды милиция болса, одан да жақсы болғанда, милиция боламын онда. Деп мені военныйдан қайда ауыстырды бұлар? Милицияға ауыстырды. Болды, енді милиция боламын деп жүрдім мен. Осында 11-ші класс мен сынып өткен кезде мен жаңағыдай сондай не жағында боламын деп жеке медосмотрдан өтеді ондай балалар. Военный, милиция болатын медосмотр олар басқаша екен. Мына общий ғой бәрінікі. Мыналар басқаша өтесің. Өйткені олардың стандарттарына келмей қалса, сен қабылданбайсың. Содан өттік, кейін делан бәрін, құжаттарын бәрін жинап, Алматыдағы сол милицейский академия бар, Роза Бакиева Отеповада. Мен ағашымен сөрде оқыған. Сол өзінің оқыған жерінде, сол жерге мен оқуға түсіремін деп, енді бүткіл ойымыздың бәрі, мен бәрі өзгеріп кетті енді. Мен военный болым керек еді ғой. Кім болатын болдым енді? Милиция болатын болдық. Сөйтіп областной неден барып, неден өттік? Жаңағы физкультурадан басталады екен. Оның өзінің нормативтары бар. Осынша уақытта, осынша метр жүгіріп беруім керек, турник, отжимания, спорт бәрін. Одан кейін осындай тестовый сұрақтар бар. Небір сұрақтар, жазбашада, ауызша, соның бәрінен өттік. Енді үшінші өтетін мәселе не? Медосмотр. Медосмотр мәселесі. Медосмотр денсаулықтың бәрін өтіп келе жатырмыз. Лорға келген кезде өте алмай қалдым. Мен кішкентай бала кезімде сол құлағым есімде больницаға түсіп ауырған екен құлағым. Сөзде құлағым несін бір тескен екен бұлар. Сол медосмотрда сол тесікті тауып алды бұлар, врачтар. Не қойдың деді мен. Кейін нағашым қоймайды, бұл құлақ геронда деп қойды ол. Уайымдама өтесің. Бұдан да хуже нәрсе өткен бұл жерден. Құдайдың құдіреті ана кәдімгі алдында блоктарда өте алмаймын анадан. Лор қырсығы ана врач. Қоймайды ғой нені. А егер ол кісі болды, годин деп жазып берсе, делам жабылады да мен. Болды, Алматыға кетемін мен уже. Болды, Алматыдағы наборға кетемін мен. Уже менімен бірге тапсырған уже сол кездегі нелер бәрі тапсырып кетіп жатыр олар уже. Бірақ мен ғана тұрмын, лордан өте алмай. Құдайдың құдіретіні. Барам өте алмай. Сол кезде сондай бір не болды өмірімде. Бірақ Құдайдың қалауы екен ғой. Емделіп жүрдім, бір ана емделіп нетсең қайтып қойып беремін, уақыт барар үлгіресің деп. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы анам екеуміз жаздың күнде далада тапчан бар бізде. Екеуміз шай ішіп отырғанбыз. Ағам, кейін біздің ауылдың имамы сол жердегі. Кейін сол жерде Данияр деген дос бар, ұстаз үшеуі келді үйге. Үшеуі араласады дос болып. Шай тамақ ішіп отырып, әңгімелесіп отырып, үшеуі жаңағы имам не туралы уағыз айтты. Құранды жаттау, қари деген адамды, Құран жаттаған адамды қари деп айтылады, қари. Толық жаттау керек бірақ. Сол қарилардың қаншалықты ертең Құдайдың алдында да
ата анасының басына күннен жарық болған тәжі кигізетін жайында керемет бір насихат айтты. Мен тыңдап отырмын жандарынан. Анау айтып айтты, сол үшеуі жақсы ауымен деп кетіп қалды. Олардың айтқан сөзі маған бірақ қатты әсер етті. Олар кеткеннен кейін анам айтамын да, анам қалай ойлайсыз? Осы милицияны тоқтатып, мен қари болайын дедім ғой. Анау айтқан сөз маған қатты әсер етті. Сөйткенім анам кішкене көзден жас алып қалды. Балам деді, егер сен қари болсаң, сен сондай маман болсаң, менде арманым жоқ балам деді. Анамның да сол айтқан сөзі маған тағы да күш берді, мотивация болды маған. Сонымен Құдайдың құдіреті. Келесі күн таңертең ерте жаңағы имамды салып алып, мәшінеге ағам үшеуміз Қарлыққа кеттік біз. Болды, милиция бір атымен болды. Мен оқымайтын болдым милиция. Мен кім болатын болдым? Қари болатын болдым. Қараңыз, өмір сондай екенде, қараңыз, сондай біз білмейміз, тек қана болады көресің, бірақ адам жақсы нәрсеге ұмтыла берсе, Алла Тағала одан да жақсы нәрсе біз шығара береді сен алдыңнан. Тек қана сәл сабыр етуің керексің де сен. Ағам үшеуміз барса, ол қари орталығы ол 9 сыныптан қабылдайды екен. Өйткені олардың бағдарламасы бойынша бала 9 сыныптан келу керек екен, қарилық оқитын жерге. Әрі олар мектепті оқиды екен ол жерде, әрі Құран жаттау керек екен толық. Кейін мектеп біткен кезде ол аттестатпен бірге қари болды деген диплом алу керек екен. Ал мен ең соңғы итогқа барып тұрмын ғой уақытына. 11 сыныпты бітіріп қабылданбадым. Сонымен настроение жоқ, көңіл түсіп кетті, бірақ жаңа айтқандай сынақ бұл, сынып қалға болмайды, үміттеніп тұр, мүмкін емес. Қайттан келдім, үйге әкем, балам не болды деді, осындай дегенім, уайымдап жатыр. Алматыдағы ағаларыма звондады. Мына бала осындай оқуын өзгертіп жатыр. Сондай қари оқитын бар ма Алматыда көрінді. Кейін ағам айтты, жаңа 9 інілердің біреуі ғой енді. Әкем үлкені ғой ауылда. Сонымен Алматыға салып жүрді автобусқа. Бар ағаларына күтіп алады, өздері қарайды саған деп. Ағам қолымнан жетектеп алып, мені сол діни басқармаға алып барды сол кезде. Есімде. Кейін сол жерде ағаларымыз көрді, бұл балаң қари болатын болса, бұны Мысырға жібереміз деді мені. Мен Мысыр деген сөзі бірінші мәрте естідім. Былай Мысыр пирамида білеміз ғой Мысыр. Бірақ уақытта осындай оқу деген мен мүлдем ойлаған емеспін, да мысалға. Сөйтіп ана ағамыз да керемет түсіндірді да маған сол жерде. Сен қари болғың келсе, мысалы елде жаттасаң, тек қана сен жаттайсың, бірақ оның переводын білмейсің сен, не айтып жатқанында. Ал сен Мысырға барып оқысаң, переводын да білесің, еще маман болып келесің сен. Деп жаңа әдемі түсіндірді. Енді ойым қайда өзгерді? Мысырға. Бірақ биылғы поток бәрі көктемде балдар жіберіп қойдық, кетті. Енді келесі жыл көктемге сен жазып қоямын списокқа. Мен әдейі бір жыл тағы не істеймін, мен жүремін ба осылай? Жоқ, сен ана Нұрбарак деген университет бар, сен соға тіл үйрене бер. Ертең өзіңнің ана жақта жеңіл болады. Деп енді бар Нұрбаракқа барып документ тапсырдым, Құдайға шүкір қабылдандым, жақсы балл жинадым да Нұрбаракқа түсіп кеттім. Бірақ сондай нәрсе екенде, сол ниетім сондай болды, шынымен тіл үйрендім де, сол Нұрбаракты бітірместен уақыт сағат келген кезде мен Мысырға кеттім. Қазір қарап отырсам, сол военный болмағаныма да қуанам, сол милиция болмағаныма да қуанам. Аллаға шүкір сондай бір теолог болып келдім мен. Қазір кезінде бәлкім сол ақ пен арасын ажырататын кәдімгі біз маман болып келдік. Қазір қатты қуанам, өміріме, тағдырыма сондай, мен солай бөліп кеткенмен сондай салаға да. Сол үшін сендерге де айтарым, әрине, бала армандайды екен. Мынандай болам, ондай болам деп, бірақ ниет, адамның жан дүниесі таза болу керек. Жақсы нәрсені жаңағыдай Құдайдан сұрап жүре беру керек. Құдай Тағала сен ниетіңе қарай өзі туралап жібереді екен былайынан. Бір алдында тосқауларға сен сынып қалмай, бірақ үміт үзілмеу керек. Әрекет қыла беру керек екен. Құдай қаласа, кейін көріп өзің риза боласың. Өзің өміріңе риза боласың. Аллаға шүкір, менде осындай болған екен уақытында деп та. Біреу бірдеңені дұрыс істемей жатса, кейін оны сонда істеген кезде мына жақта ағалары или имамдар та біреу ақыл айтады, олай істемесейші, дұрыс емес қой дейді. Ол сылтау іздеп өзін жаңа несін жабу үшін елдің бәрі істеп жатыр ғой деп жауап береді, дұрыс па? Елдің бәрін деп оларға қарап біз өзіміз өмірімізді уклон жасамаймыз. Мен жаңа айттым ғой. Адамдардың алдында мүмкін жаңа сіз айтқан оқу орны біреулер менсінбей айтқан болуы мүмкін. Оған мән бермеңіздер. Мен жаңа айттым ғой, корпус ол біреу ескі, біреу жаңа, біреу кейін ашылған, біреу оған мән берілмесін. Бұл жерде бірінші мамандық таңдаймыз, жаңа айтқандай. Екінші, одан кейін бар оқу орнын. Ол жерде қандай оқу, оның ашылғаны неше жыл болған. Өйткені оқу орындары ұзақ болған сайын мерзімдер ашылған.
оларда тәжірибе көп болады. Түсінесіздер ма? Яғни олар оған дейін көп шәкірт шығарған сол жерден. Әр шәкірт шығарған сайын олар тәжірибе жинаған ғой. Мысалы, кеше ғана ашылған университетпен анау ашылғанына жаңағыдай бір 50-60 жыл болған университет салыстыруға болмайды ғой екеуін. Өйткені 50 жылдан бері мынау не істеп келе жатыр? Маман шығарған сайын тәжірибе жинайды олар. Ал былай баланы келесіде былай оқытсақ тиімді екен деп олай бір оқытып береді. Кейін тағы былай, яғни осылай келатқан тәжірибесі бар оқу ғой мынау. А мынау кеше ғана ашылды. Мүмкін бұның зданиясы, корпустары мыналардан үлкендеу болуы мүмкін, әдемі болуы мүмкін, басқаша болуы мүмкін. Бірақ бізге ол қатты маңызды емес, қандай корпус болуы, бізге маңыздысы ол жердегі олардың оқу беріп жатқан жаңа тәжірибелі мамандарға қандай мамандар шығара алды осыған дейін екеуінің арасын салыстырып көру керек. Соған қарап адам әрекет жасау керек. Мен өзім ұстанымым. Ал жаңағыда елдің бәрі мынаны онша қолдамайды, менсінбейді деген ол мән берілмеу керек ол нәрсеге. Мен өзім ұстанымым. Өйткені бәрі сен тұратын үйің емес қой. Уақытша білім алатын орның. Қай жағы тиімді саған, сол жағына қарап жүру керек. Мүмкін ол арзандау болуы мүмкін, бірақ сапалы білім беруі мүмкін. Мынау қымбаттай болуы мүмкін. Қымбат не үшін білесің бе? Өйткені жаңа здание болуы мүмкін ол. Маған керек болсын, жаңа зданияға ақша төлеп артық керек емес маған. Мен керек нәрсені алуым керекпін ғой өзіме. Маған қатысы жоқ бұның зданиясына. Уақытша мен келетін адаммын ол жерден жүріп. Сол үшін ол енді бәрі топырақ шашпай, мүмкін мынау ескі корпустарында мүмкін кейін жаңа здание қалыстырған болуы мүмкін мына жаққа. Соны зерттеу керек те, именно ол қандай оқу орны. Бірақ оған дейін мамандықтан таңдап алыңыздар.